Сәлем, ертерек тұрған көрермен. Біздің бағдарламаның Оян Қазақстанның жұмыс істеп жатқанына 1 жылдан астам уақыт болды. Осы уақытта көптеген қызықты, есте қаларлық сәттер болды. Осы сәттермен сіздермен неге бөліспеске? Құдай берген тавтологиясыз сөйлейміз. Я, құрметті көрермен, Оян Қазақстанның командасымен таныстырамыз. Бүгін және түрлі қызық оқиғалармен бөлісеміз. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгін жұма, сіздермен бірге мен, Құдайберген, Махан Бетәлі деп біздің жүргізушілер осы студияда сіздермен бірге жүздеседі. Ассалаумалейкум, көке, қалайсыз, амансыз? Сіз осы жердің кадр сыртында кісілер дәл осылай камерадан қорқады. Қазір мен сіздерге Қазақстандағы ең мықты операторды көрсетем. Ұстаңыз, мәке. Ой, микрофон, мой деп. Жүргізушілер таңғы сағат 5-те, 6-да тұрып, осында келіп, 2 сағат эфирді өткізгеннен кейін, мінекей осылай демалады. Біздің қоюшы режиссеріміз Қуаныш Жақсынов ұйықтап жатыр, таңғы 5-те монтажға келген. Сұраң қойын. Қандай стандарттар саған ұнамайды телеарналардағы? Бәрі мінсіз қылып көрсету, адамның қандай екен шындығын көрсетпейміз көбінесе. Сен осыны әкеле алдың ғой, Оян Қазақстанға? Бұлай толықтай алып келе алдым деп айта алмаймын. Бірақ кішкене түсірілімдерге өзгеріс берген сияқты деп ойлаймын. Біздің Оян Қазақстандағы ең белсенді, еш нәрседен қорықпайтын, журналист осы күнге дейін айтып жатыр ғой. Қандай сюжеттер түсірдің, немен айналыстың, қысқаша айтып берші? Бір рет мен бик көрмелеу жайында сюжет түсіргем, яғни скалолазание жайлы. Сол кезде өз-өзім ұстай алмай қалып, ұшып түсіп, анау ілініп тұрған сол спортзалдың қабырғасында суреттер тұрған ғой. Қабырғасында суреттеріне барып соғылғам ғой. Сол болған, одан кейін есілдің суына тойғам. Және де мынау роликпен жүрген кезде аяғым сындыра жаздым соңғы рет. Мен не көрмедім, мен не көрмедім деп жылайын ба? Біз қазір Ояндағы ең салмақты адамнан сұхбат аламыз. Мағжан, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сонда да салмақты жауап бересің бе сен? Всегда деп қалай. Жалпы Ояннан не үйрендің? Америкадан алып келген неңді Оянға қостың? Ояннан үйренген нәрсем көп. Бүкіл түсірілім процесін бұрында теледидар көрген кезде бір 3-4 минуттық сюжетті көресің ғой, бір оп-оңай сияқты деп ойлайсың да, бір 1 сағатта 2 сағатта істейтін нәрсе деп. Сөйтсек оған кейде 2 күнде кетуі мүмкін екен. Ал Америкадан жалпы Оянға алып келгенін сол тек қана шетел тілі ғана шығар, ары кетсе. Екені үлгермедік. Шырақ, біздің шығармашылық топтағы ең әдемілікке құмар, эстетикаға құмар жан. Сәпсәнді ол мода және стиль жайында, яғни тез-тез андай Instagram, TikTok стилінде киімді ауыстырып, одан кейін арт-блог, яғни қазақтың ұлттық құндылықтары, осы ұлттық құндылықтарды жалғап жүрген заманауи түрде қандай да бір өзінің элементтерін қосып жүрген замандастар жайлы. Тәрелкелері босап қалыпты енді, ештеңе етпейді, бәрі өмір, бәрі лайф, Оян қазақстандықтар тамақты да жақсы жейді. Қарлығаш, жұмыстың ең қиын жағы қандай сіз үшін? Негізі таңертең тұру қиын емес. Маған ең қиын келетіні, сендер бір мезгілде барлығың съемкаға барғыларың келіп, оператор іздеп, машина іздеп, елмен төбелесетін қиын. Жаңа бике бізде сондай
мағыналы мәнді тақырыптарды қозғайтын, ауыр тақырыптарды қозғайтын журналист. Қандай тақырыптар болды сенің сюжеттеріңде? Бір шағын ғана футбол командасының Алматы қаласына барып жарысқа қатысуына үлкен бір қаражат қажет болды, 400 мыңдай қажет болды. Біраз уақыт бойы олар бұл қаражатты тапқан жоқ, кейін сюжет шыққаннан кейін дәл сол күні ол адамдарға белгілі бір адамдар хабарласып, сол 400 мыңды береміз деп шешкен болатын. Меніңше бұл енді Сен кішігірім жеңісің. Бұл барлығымыздың Бағдарламаның? жеңісіміз, бағдарламаның үлкен бір жеңісі деп айтсақ болады. Ыстық адам бар ма, кейіпкер бар ма осы күнге дейін түсірген адамдардың ішінде? Ең ыстық адам деп Есіңде қалған осы кезде қазір бірінші кезекте кімді айтар едің? Ойыңа кім келді? мен театрдың атмосферасын кәдімгідей жақсы көріп қалдым. Қалекей театрына әсіресе барған кезде өз үйіме барғандай барамын. Бөліп жармаймын. Астанадағы театрлардың бәрі мықты. Көзілдірігің қайда сенің? Көзілдірік ана жерде жатыр, ане. Сынып қапты ғой. Трансформер көзілдірік өзі сондай. Құдай берген көзілдірікпен әдеміреге. Құрметті көрермен. Келіссеңіздер, лайк басып кетіңіздер. Дана осы жылы 100-ден астам қонақ шақырды эфирге. Қонақ келетін кезде келем екен деген ойда. Келем екен, расында сөзінде тұрам екен айтқанында. Сен ұятқа қалдырмас бекен, келгеннен кейін нақты айтқандай өз пікірін нақты айтып шығам екен, ойын айтып жеткізе алама деген бір қорқыныштар болады. Ақнұр, сценарий, верстка, жалпы бағдарламаның құрылымы осы кісілердің қолында. Сағат 4-ке оятқышты қоям, ұйықтаймын, 12-де, 11-де, сосын сағат 1 оянсам 1:30, екінші оянсам сағат 2, тағы бір оянсам сағат 3, сөйтіп 4-ке дейін бірнеше рет оянып, әйтеуір қалмай келгеніме шүкір айтып. Ал осы сюжетті түнгі 12-ге дейін монтаждап отырған біздің ең үздік монтажер, жай ғана монтажер емес, әрі режиссер, әрі редактор, әрі ақылшы, әрі досымыз Айнаш Қайнулла. Рахмет саған, Айнаш. Жалпы мойындау керек, бұл жігіттер телевидениеге енді келген адамдардай жұмыс істеген жоқ. Бірден сіңісіп, кірісіп, кәдімгідей білімдерін көрсетті. Ердана мысалы 4-5 тіл білесің, я? Атап шықшы. Оян Казахстан, Wake up Казахстан, Good morning Казахстан, орысша доброе утро, просыпайтесь, Казахстан. Охайо гозаймас, Казахстан. Охайо, заушанхал, хасакасадан. Оянның командасын құрған жалғыз адам, ол Айгерім ханым. Жалғыз. Айгерім ханым, айтыңызшы, жалпы тәжірибесі жоқ, бұрын телеарналарда істеп көрмеген, жұмыс істеп көрмеген адамдарды, жастарды жинап, қалай олардан білікті маман шығардыңыз? Білікті маман шығардыңыз деу артықтау шығар, адамдар өздері жұмыс істеп үйренеді ғой. Ең бастысы адамның бойынан бір потенциал көру. Бұның барлығы көрерменнің талабына сай атқарылған жұмыс. Шындап келгенде қазіргі көрерменнің талғамы жоғары. Қазіргі көрермен жасандылықты жақсы көрмейді. Қазіргі көрермен эфирге артистер шыға берсе екен демейді. Қазіргі көрермен барынша шынайы эмоция, шынайы ақпарат алғысы келеді. Ал оны нағыз мына сырттағы жүрген адамдар көбірек берді, ашығын айту керек. Бұл жердегі мынандай комбинация жасау осы бір көрерменнің талабынан туындады деп анық айтуға болады. Жігіттер, қыздар бір-бірімен үйренді, пікір алмасты, тәжірибе алмасты. Былайша айтқанда пазл өзімен өзі осылайша құралды. Командалық рух, команда ішіндегі атмосфера керемет болды. Сол үшін мен сізге алғыс айтамын. 1 жыл бойы біз рахаттанып жұмыс істедік. Сіздер негізі атмосфераны өздеріңізге жасадыңыздар. Сіздерге браво. Негізі біз Айгерім ханым деп сызылмаймыз, былай құшақтаса саламыз.